Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрік пиццасы лахмаджун тамағын ұсынатын боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Ол үшін бір ыдысқа ұн және аштығымызды салатын боламыз. Әдеттегідей қажетті ингредиенттер көлемі видеоның астында көрсетілген. Оның үстіне қант қосамыз және тұз себеміз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сұйық май немесе зәйтүн майын құятын боламыз. Және жылырақ су құямыз. Барлығын араластырып, қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз дайын. Енді қамырдың бетін жауып, демалдырып қоямыз 30-40 минутқа. Енді бетіне қоятын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қызанақты турап аламыз. Және пиязды тураймыз. Сонымен қатар бізге тәтті бұрыш, яғни болгарский перец те қажет болады. Мінекей блендерден ұсақтаймыз. Барлығын қызанақты саламыз, пиязымызды саламыз. Және бұрышты саламыз. Қалауыңызша ашты бұрышты салсаңыз болады. Яғни горький острый перец. Мен балдарым ашты жемейтін болған соң, мен оны қоспадым. Сіздерде осындай масса пайда болады. Массамызға фаршты саламыз. Сарымсақты күтіп саламыз, яғни чеснок. Сарымсақты еземіз. Және томат қосамыз. Мен үй жағдайында жасалған томат қостым. Енді тұз себеміз, қара бұрыш себеміз. Және паприка себеміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өте керемет дәмді тағам, маған өте ұнайды. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және енді осының үстіне көк пиязымыз, укроп қоссаңыздар болады, қалауларыңызша. Мен фаршты екіге бөліп, бір бөлігіне қостым, бір бөлігіне қоспадым. Өйткені балалар жемейтін болған соң. Енді қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз және жайып шығамыз. Шамамен 9-10 қамырдың көлеміне байланысты сондай дана шығады күлше. Осылай қамырды жайып шығамыз. Духовканың табасына қамырымызды орналастырып, бетіне салмамызды жағып шығамыз. Орташа көлемде жағыңыз, шіле қалың емес, және жұқа емес. Енді духовкаға 230 градусқа шамамен 10 минутқа қоямыз. Сіздерде сондай өте керемет дәмді лахмаджун пісіп шығады. Егер мен рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.